Менің сұрағым баяндамашыға және ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкіліне. Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңға сәйкес, палата тауарлардың шығу тегі туралы сертификаттарды рәсімдеуді, куәландыруды, беруді, оның қолданысын тоқтатуды, сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырады. Заң жобасында палатаның осы өкілеттілігін алып тастау және экспорт пен кері экспорт үшін тауарлардың шығу тегі туралы сертификаттарды рәсімдеу және беру, соның ішінде оның күшін жою бойынша өкілеттілігін көздеу ұсынылады. Біз ұлттық кәсіпкерлер палатасы сертификаттарды беру кезінде тауар өндірушілерді міндетті мүшелік жарна төлеуге мәжбүрлеу сынды шараларды қолданатын білеміз. Өйткені жоғарыда аталған заң бойынша барлық кәсіпкерлік субъектілері өздерінің саласына қарамастан тіркелген күннен бастап осы қоғамдық ұйымның мүшесі болып табылады. Осыған байланысты менде мынандай сұрақтар. Бірінші, ұлттық кәсіпкерлер палатасының сертификат алуға өтінім берген кәсіпкерлерден өтінімге байланысты емес басқа міндеттемелерді орындауын талап ету әрекеті қаншалықты заңды? Екінші, сіздер сертификатты электрондық жүйе арқылы беру немесе оны басқа салалық өкілетті органдар беретін нұсқаларын қарастырдыңыздар ма? Сертификат беру бойынша осы қызмет ақылы түрде жүргізіле ме? Және үшінші сұрағым, соңғы 2 жылда сертификаттар беру үшін төленген сомалардың көлемі туралы ақпарат бар ма? Және осы қызметтер нарығының ауқымын түсіну үшін қанша сертификат берілді? Рахмет. Мен бастап жауап берейін. Кейін деген министрліктің өкілдері толықтылар. Ең алдымен айтып кеттім баяндамамда, мына СТКЗ сертификаттары мен мына индустриялық сертификаттар күшін жойғаннан кейін тізілімге байланысты бүкіл мына өзіміздің отандық өндірушілер сол жерге деген тіркеледі, сөйтіп сол жердегі мына талаптар қойылатын болады. Қазіргі таңда бұл сертификаттардың құны СТ сертификаты болсын, әлде деген индустриалдық сертификаты болсын, 3 МРП, әлде 3 айлық есеп көрсеткішке сондай бір көлемде 11-12 мыңға теңге тұрады ол жалпы мына бағасы. Ал енді жалпы мына осы 2019 жылдан бастап осы сертификаттар енгізілгеннен кейін 465 мыңдай сертификаттар берілген жалпы. Оның ішінде 365 мыңдай ол экспорттық сертификаттар, 50 мыңдай ол СТКЗ сертификаттары, және де 1 мыңға жуық индустриалдық сертификаттар берілген осы күнге дейін. Осындай бір мәліметтер бар. Атамекен палатасының орынбасары осында. Екінші сұрағына жауап беріңіз, толықтырыңыз. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, с 2019 года действует система электронной сертификации. По 2024 год выдано за 6 лет 69 367 сертификатов СТКЗ. Индустриальных сертификатов за этот же период выдано 1528. Хотел бы отметить касательно требований по дополнительным оплатам ОЧВ, такого требования сейчас нету. И хотел бы отметить вот, касательно получения сертификата СТКЗ, он выдается в 2 этапа. Первый этап – это экспертные организации, аккредитованные в Министерстве торговли и интеграции. Они проводят на своем уровне первый этап. Их стоимость НПП не регулирует. На втором этапе оценку проводит уже НПП Атамекен, региональные палаты предпринимателей. Стоимость услуги 3 МРП – это 11 796 тенге. По тем показателям, по экспертам-аудиторам были вопросы, то что на первом этапе есть недочеты, у нас порядка из 69 367, порядка 3000 сертификатов на втором этапе были исключены, отправлены на доработку, и бизнес совместно с экспертными организациями они исправляли. Требования по ОЧВ сейчас такого требования нет. Жауап алдыңыз ба сұрағыңызға? Депутат Саурықовтың микрофонын екінші рет қосыңыздар, сөз сұрап отыр. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағыма неге жауап берген жоқ. Біздің депутаттың қазақша қойылған берген жауабын орысша аударып берді. Мен қойған сұрағым ұлттық кәсіпкерлер палатасының сертификат алуға өтінім берген кәсіпкерлерден
өтінімге байланысты емес, басқа міндеттемелерді орындауын талап ету әрекеті заңды ма деп қойдым. Өйткені кәсіпкерлердің тарапынан көптеген осындай шағымдар түседі. Микрофонын екінші рет қосыңыздар, Атамекен палатасының. Сондай фактілер болса бізге жіберіңіз, біз сол фактілер бойынша жұмысты жалғастырамыз. Өйткені ұлттық кәсіпкерлер палатасынан басқа талаптар бизнес субъектілеріне сертификаттар алу үшін ондай талаптар жоқ. Осылай бірден мемлекеттік тілде жауап берсеңіз түсінікті ғой. Мемлекеттік тілде сізге сұрақ қойылды. Еркін сөйлеп отырсыз мемлекеттік тілде. Енді қай тілде сұрақ қойылса, соған жауап беру керек қой солай.